Men Nurdabek Cumabekұлы. Мен Гүлмәрия Әкбарқызы. Біз Шинжаң Іле Қазақ Автономиялы облысы Шапчал аудан Ұзынбұлақ ауылынан 2019 жылы Қазақстанға қоныс аудардық. Біздің арыз беру себебіміз, біз қоныс аударған 2019 жылдан бері біздің 20 му жеріміздің көтерме қаражатын бермей отыр. Әрі үйіміздің үй кінәшқасын бермей сатылуына кедергілік келтіріп жатыр. Біз 2019 жылы көшу барысында біздің жеріміздің көтерме қаражатын және үй кінәшқамызды бермей, үй кінәшқамызды берілуіне кедергілік жасап, қысым көрсеткен басшылар. Бау Шүжи дегеніміз Баудың сол уақытта қызмет группа бастығы болып түскен және Шин Шүжи. Содан бері жерлік орындарға құқығымызды таптамауын айтып, ескертіп келеміз. Ұзынбұлаққа жаңа келген әйел Шүжи Яңянға да әрі қол астындағы басқада қызметкерлеріне де ескертіп келеміз. Оның барлығы заңсыз әрекеттерін жалғастырып, айтқанымызды елемеуде. Біз сол себепті халықаралық адам құқықтары ұйымынан, Біріккен ұлттар ұйымынан көмек сұрай отырып, Қытай жоғарғы орталық өкіметіне, Шапчал аудан басшылары әрі Ұзынбұлақ ауылының қазіргі басшылары істеп отырған заңсыз әрекеттерін тиіп, біздің алуға тиісті қаражатымызды толығымен өтеп беріп, әрі үйіміздің кінешкесін де беруін талап етеміз. Біздің талап арызымыз орындалмайынша арыз беруді тоқтатпаймыз. 2023 жылы 6 маусым